Армысыз ардақты ағайын, біздің бүгінгі алғашқы сұхбатымыздың қонағы парламент мәжілісінің депутаты Ринат Зайытов. Құрметті Ринат мырза, сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Бүгінгі сұхбатта мен өзіңізбен депутат мандаты жайында сөз қозғағым келеді. Әрі қарай әртүрлі мәселелерді талқыланады ғой міндетті түрде. Менің сұрағым, осыдан 2 жыл бұрын депутатқа келгеніңізде сіз ақын Ринат болып келдіңіз. Одан кейін қазір депутат Ринатсыз. Қалай ақын Ринат пен депутат Ринаттың арасында өзгеріс болып жатыр ма? Мынау өнер сахнасы мен саясат сахнасын салыстырсақ қиын ба? Ринат өзгерді ме? Әрине, ол өнердің сахнасы мен саясаттың сахнасы деген екі түрлі нәрсе. Көп жерден дәлелі бар. Біріншіден, мысалы, жауапкершілік деңгейінен, екіншіден міндеттің артылу деңгейінен. Мысалы, өнердің сахнасында саған ешқандай міндет жүктелмейді. Өнердің сахнасында сенің айтқан сөзің кімге ұнамай қалса да, ол сенің пікірің. Ал саясат сахнасында сөйлегеннен кейін сен бірдеңе айтсаң, мәжіліс депутатының пікірі дейді. Сондықтан әр сөзіңе жеті шоқ бір қарап, жан-жағыңды пайымдап, кейде айтқың келген нәрсені айта алмай, соның синонимін іздеп, баламасын іздеп, былай емес, былай айту керек деп, ол өзің көңілің толмайды. Сондай айырмашылық көп ол жерде екеуінің арасында. Ринат өзгерді ме дейтін, енді мен өзім былай қабылдаймын да. Кез келген нәрсе өз уақытша нәрсе. Егер осы мерзімде, депутаттық мерзімде мен көп нәрседен бас тартуым керек, яғни депутатқа тән өзгерістер қалыптастыруым қажет болғандықтан, мен өзім бойымда көптеген өзгерістер тәрбиеледім. Ол менің болмысымның өзгерген емес, күнделікті әдеттерімнің өзгергені деп айтуға болады. Сол тұрғыдан қарағанда, өзгеріс бар. Енді мен өзім көп адам біреулер айтады, былай дейді, біреу былай дейді, біреу екіжүзділік деп айтуы мүмкін, біреу сатқындық, сайқалдық деп айтуы мүмкін, бірақ әу баста ескерткен мен. Саясаттың сахнасы ол айтыстың сахнасы емес. Сондықтан ол жақта өзінің шарттары бар, өзінің қалыптары бар. Сол қалыптың ішінде қазақта жақсы сөз бар, елің қалай болса, бөркің солай киесің деген. Осы ортаға келгеннен кейін сондай өзгерістер бойға енгізуге тура келеді. Енді ақын Ринат кезінде сіз халыққа әлде қайда жақын болдыңыз. Әрине. Бірақ дегенмен енді сіз ел алдында жүргеннен кейін сізге қатысты пікірлер көп, әртүрлі пікір бар, білесіз өзіңіз. Ринат қазір халықтан әлде қайда алшақтап кетті деген пікір де бар. Бұған келісесіз бе? Шынымен де халықтан алыстап кеттіңіз бе? Бұны мен келіспеймін енді. Менің өйткені болмыстық тұрғымда, жүріс-тұрысымда ештеңе өзгерген жоқ. Ол мәжілістің ішінде не болмаса ресми жерлерде сөз қолданысымда, ой жеткізуімдегі өзгерістерді айтып отырмын, ал бірақ өз болмысымда тіпті тамақ ішуге баратын жерлеріме дейін өзгерген жоқ. Сондықтан онымен келіспеймін. Керісінше жаңағы бұрын араласып жақсы қарым-қатынаста болған адамдардың алғаш сайланған кезде көбісі хабарласуға жасқанғандары болды. Олар өзгерткісі келді. Бірақ мен өзімді қандай да бір халықтан алыстадым, не басқа деп. Ол өтірік сөз енді. Әлі сол қалып. Телефон нөмірімді өзгерген жоқ қой, сол. Жалпы енді дала парламенті дейді ғой, баяғы айтыс ақындары де, енді баяғы өзі бұрынғы кезден сіз енді әлде қайда еркін болдыңыз, қазір мына парламентке келгеннен шектеулер бар дегенмен, сіз енді тентек депутатсыз. Сонда бірнеше депутаттар бар, сіздер енді журналист ретінде көріп отырамыз. Бір қандай да бір мәселе көтергенде, сауал көтергенде, сұрақ қойғанда бір шектеулер бар ма, цензура бар ма іште? Енді фракцияның ұстанымы бар ғой, партияның ұстанымы бар. Сол тұрғыдан қарағанда санасасың. Өйткені сен сол құрылымның мүшесісің, сол фракцияның өкілісің. Егер бір мәселелерді әрине біз талқылаймыз, фракция жетекшісімен үнемі, әрбір депутаттық сауалдың алдында да. Неге? Өйткені мәжіліс мінберінде менің айтқан сөзімнің депутаттық сауалым астында міндетті түрде астын сызып айтамын. Аманат фракциясының депутаты Зайытов деп. Сондықтан демек менің аузымнан шыққан сөз ол бүкіл фракцияның ойы болып кетеді. Мен санасуға міндеттімін. Сол кезде фракциядағы адамдар жетекшілігі бар, басқасы бар айтуы мүмкін. Біздің партияда мынандай ұстаным бар, ал сенің мынау айтып отырғаның сол ұстаным жоққа шығарып отыр деп. Сол кезде ұштастыруға ол оны бірақ мен қандай да бір шектеу деп қабылдамаймын. Ол дұрыс талқылау. Ішкі түйсің келіспей жатқанда қалай дәлелдейсің? Бір көндіріп өз айтқаныңа негізген кездер болды. Бұл жерде дәлелдеуде, пікірді нақты тұрақтандырып дәлелдеуде, жеткізуде. Мен мынандай оймен істеп отырмын деуге де болады.
не болмаса мынандай оймен істеп отырмын деп айтуға болады. Сондықтан жеткізуіңе байланысты. Төрағадан жиі ескерту аласыз ғой отырыста? Ол жиі ескерту аласыз. Кейде бір қатты айғайлап айтып жатасыз, сондай бір ескерту аласыз ба? Кейін шақырып алып, тентектігіңді қой деп айта ма? Жоқ, ондай жоқ. Ондай. Мен енді білмеймін, ол тентектік емес, болмысында бұрында адамдармен кездескенде айтатын, ой, құдай үшін мен бірдеңе айтам, мен ұрысып тұр деп ойламашы деп, өйткені сөйлеуді табиғатында солай да, ана эмоция кішкене ашылып кетеді, өйткені сен жалғыз басты 6 баланы асырап отырып, оның үшеуі мүгедек болып, ана айналасын үйінен айырылайын деп жатқан ананы зарын тыңдап көргеннен кейін, сен оны мына жерге келіп күлімсіреп айта алмайсың. Сол ана жүк бойыңда тұрғаннан эмоция шығады, ол бір тентектік, не болмаса біреуге өшпенділік басқа деп қабылдамаймын. Бірден алдын ала кешірім сұрап аламын, мә тұра тұр, дұрыстысың деп. Қанша сауал жасадыңыз осы 2 жылдың ішінде? Өткенде кім Жаңғырхан айтып еді, 11 дедім, одан кейін де бір екеу кетті. Мен шыны керек сауалды, егер осындай бір интервьюға келетін кезде болады, бір журналистер сауалын сұрайтын алдында неге Қасқа жолға барған кезде қараймын, басқа депутаттардан неше сауал жолдадым деп сұрап, сол кездегі ғана көмекшімнен ақпарат аламын. Ал шыны керек ана өзім былай 2 жұмысшыны салыстырсаң, бір көзім көргенде Қытайға барған кезде бір бақша егіп жүрген адамды көрдім де, Қытайлардың жұмыс істеу стилі былай екен де, бір бүйтіп еңкейді ма, күріш егіп жатыр ма, болды ол тоқтамай жүре бер, ана біткенше. Біздің жақта бақташыларды қарасаң, жаңағы 2 метр бірдеңені егетте сосын керіліп, артына қарайды, бір талай шаруа бітіріп тастап, мынау дейді. Мен ойлаймын, осының өзі, мына бөгелудің өзі жүрісің тежейді. Сондықтан маған күніне мұнша өтініш түседі деп санамаймын. Мынаны бүйттім деп санамаймын. Мен өзім телефоныма жазып қоямын, нақты қай жұмыстар алдында тұрған. Көп біраз келеді енді, әртүрлі жағдайда келеді. Телефоныңа келеді. Қаншасына көмектесе алдыңыз? Сауалдарыңыз жасап жатқан үкіметке қаншасын аяғына дейін жеткізе алдыңыз? Біразын жеткіз. Міне енді қараңыз, менің әрбір сауалым тек қана сайлаушылардың өтінішінің негізінде құралады. Ештеңені мен мына мәселені өзім көріп тұрмын, осыны мен қозғаймын демеймін. Себебі депутаттың бірінші міндеті ол сенің аманатын арқалап келген сайлаушылардың сұрауын қанағаттандыру. Енді жаңағы мәдениет, мен өзім мақтанышпен айтатын мәдениет қызметкерлері бойынша ол осы сайлауға келетін кезде айтылған нәрсе. Ол өзінің жер-жебірін жететін жеріне жетіп. Театр қызметкерлерінің жалақысын көтере алдыңыз ба? Иә, 100%-ға 4 жылға 25-тен бөліп, оны көтеріліп, ол 2 жыл жүріп жатыр ол процесс. Ол сіздің еңбегіңіз бе? Құдайға шүкір, менің қатысым бар енді. Менің еңбегім демей ақ қояйын, өйткені қаншама ведомство бар есептеген, қаншама оны жұмысты атқарған адамдар бар. Солардың барлығының еңбегі ғой, жүйенің еңбегі. Ал лобби сауал жасап көрдіңіз бе? Лобби сауал деп нені айтуға болады? Мысалы, өткенде бір кісілер айтты, мен не жасадым? Осында бір тұрғын үй кешендері бойынша, жаңағы заңсыздықтар бойынша бір сауал жасадым. Сол кезде маған айтты, мынау негізінде лобби ғой деді. Енді мен оның қалай ана жердегі тұрғындарға барып көріп тұрмын, подъездін алып алған адамның, подъездін адамдардың ана салған адам, ол біреуге сатып жүрген, ана жерде балалар паркинг арқылы кіреді, не жүретін жолы жоқ. Анан бәрін көріп, ең аяғында соққы болғаны сол паркингтен кіріп шығып жүрген 2 бала педофилдің құрбаны болып кете жаздаған. Бір баланы көлік қаққан, ана жерде не мүгедектігі бар адам шыға алмайды үйінен. Өте қиын жағдайда соны көтеріп, аяғын жеткізіп өткенде айтып жатыр, подъездімізді ашып берді, рахмет деп. Біреу үшін лобби шығар. Егер оны лобби деп қабылдайтын болса, қабылдай берсін, бірақ ол мен үшін сол тұрғын үй кешенінде тұрып жатқан адамдардың өтініші. Шыға ма сізге жеке сондай компаниялар, жеке адамдар біздің мәселемізді лобби жасап берші, сауал көтеріп берші деп? Бірақ ондай тенденция бар екенін білеміз. Иә, өткенде қоғамдық қабылдауға бір кісілер келді, сол кезде айтты, осындай, енді олардың айтуынша мен екінші тарап тыңдаған жоқпын, әлі ақпарат жинаған жоқпын. Біз осылай тұрғын үй кешенін салдық, жаңа әкімшілік осылай қыспақ көрсетіп тартып алды деді. Енді өзі де заңгер адам екен, ішіне бетіме айтып отыр. Мен сен бұны шеше алмайтыныңды білемін дейді. Бірақ енді сауал қылып ба бір осыны көпшілікке жария қылып айтып берші дейді. Мен айтам, жоқ, ренжімеңіз, онда менің компаниям деп айтады ертең. Содан мен екінші тарапты әлі зерттегем жоқ, білмеймін. Осындай бір-екі ұсыныс болған шығар. Енді келетін адам да қарайды ғой, кімге бару керек екен. Мынаған барсам жасайды, мынаған барсам жасамайды деп ойлаймын. Ринат Зайытовтың бастамасымен қандай заң қабылданды? Қандай заңдарға бір керемет, бір ауыз толтырып айтатындай өзгерістер енгізе алдыңыз? Тағы бір мақтанайын, қылмыстық кодекстің 429 бабына байланысты.
Оны түсіндіре кетейін. Қылмыстық кодекстің, қылмыстық процессуалдық кодекстің 429 бабының әр пунктінің астында ол жаңағы құқық қорғау оқшаулау мекемесіндегі қызметкерлерге қатысты заң ғой, пункт. Сол жерде мынандай подпункт бар. Оны да бір сайлаушым келіп айтып кетті. Ринат, мынаны сендер неге аңғармайсыңдар деп. Қарайсың, былай жазылғанда, оқшаулау мекемесінің қызметкерлеріне, олардың отбасыларына және олармен келісімге барған сотталушылардың өміріне қауіп төндірген жаңағы адамдар 15 жылдан өмір бойға дейін бас бостандығынан айырылады дейді. Енді ол жағдайды былай алып қарайық. Қазіргі біздің оқшаулау мекемесінде көптеген азаптарды жасайтын қызметкерлердің өзі емес, солармен келісімге барған сотталушылар. Өйткені оларда үстемдік бар да, бір парақ қағаз бар. Ана оған жауап та қайтара алмайды. Анау анаған барып қорлық көрсетеді, неше түрлі істейді. Өйткені әкімшілікпен келісімі бар, жаңағы заң оған мүмкіндік беріп тұрды. Ойлаңыз, 6 жасар баланы зорлық-зомбылық балаға жасаған педофил бір сиыр ұрлаған, ертең жаңыс басқан 2 жылға сотталған адамды 2 жыл бойы қорлайдан жерде. Неге? Жаңағы заң мүмкіндік беріп тұрды. Біз соны қыруар жұмыс жасадық. Жаңағы Снежана Валерьевна бар, Абзал Темірғалиұлы бар. Сол кісілерге түсіндірдім. Заңның адамдары болғаннан кейін, мынау негізі конституцияда қарама қайшы деп. Соны жұмыс тобына енгізіп, аяғына дейін жеткізіп, осы позицияны қорғап қалдық. Денсаулық саласындағы біраз ұсыныстар, бюджетті бөлуде, мынау дегенде, мәдениет саласындағы ұсыныстар, қазіргі мәдениет заңында жүріп жатқан біздегі көп заңдар, заң бір күнде жұмыс істемейтін білем, ертең 2-3 жылдан кейін ол сіңісіп жұмыс істеген кезде мақтанышпен отырасың. Біз мына заңды біз қабылдап едік. Мына заңды біз қабылдап едік. Қоғамдық бақылау туралы заңдарда біраз пункттарды енгіздік. Кәсіби біліктілікті арттыруда ол жерде де көп халықтың өтініші бар еді. Мен мысалы өмір бойы ауылда тұрам, өмір бойы тауда аңшылықпен айналысам, бүкіл аңдардың санына дейін білем. Бірақ табиғатты қорғауға жұмысқа кіре алмаймын, себебі диплом жоқ дейді. Сонда кәсіби біліктілікті арттыруда біз осындай жергілікті осындай жұмыстарға комиссияның шешімімен жұмысқа орналасуға болатын пункттар енгіздік. Оның барлығы ертең жұмыс істейтінін білем, сондықтан тағы қайсысын айтайын. Ауыз толтырып айтатын жұмыс жасап жатырмын дейсіз ғой. Енді ауыз толтырып айтуға болмайтын шығар, әйтеуір бос жүрген жоқпын. Жақсы, онда қазір қоғамда өте қызу талқыланып жатқан қосымша құн салығы туралы айтпай кете алмаймыз. Кеше ғана өзіңіз естідіңіз, үкімет өзінің позициясын жариялады, 16%-ға көтереміз мөлшерлемесін деп. Сіздің пікіріңіз? Мен кеше ғана осы бойынша Серік Жолдасбайға сұхбат бергем. Мен өз басым қосымша құн салығын бірден көбейту, шешім шығару, көбейту жайында. Ол әлсіздіктің белгісі деп білемін. Бізде мемлекетіміз, Аллаға шүкір, мүмкіншілігі көп мемлекет, және бюджет толтырудың басқа да тетіктері бар. Қосымша құн салығынан басқа да. Яғни үкімет бюджет толтырудың ең жеңіл жолын тапты деп отырсыз? Иә. Әшейін халыққа итере салу, осыналар төлесін, тариф көтеру деген сияқты. Қанша пайыз болу керек сізіңізше? Жоқ, ол қосымша құн салығын өсіретін болса, басқа құн салықтарымен санасып, халыққа жеңілдік жасаймыз, олигарх бизнесмендерді керісінше салыққа жығамыз десе, онда келісетін едім де. Ал қазіргі үстемде тұрған осы 10% біздегі тұрған, оның өзі де мысалы аз пайыз емес. Егер мүмкіндік беріп, шағын және орта бизнес дамитын болса, ол тұрақты 10%-дан түсіп тұратын болса, ол аз емес. Ал біздегі бюджет жетіспеушілігіне қаншама кәсіпорын жабылып жатыр мысалы. Рейдерлік тартып алумен, қаншама бизнес бастаған адамдар, субсидия алған адамдардың жұмысы. Ешқайсы қадағалау болмағаннан кейін, үкімет тарапынан олқылықтар көп жіберілгеннен кейін ақша жоқ болып кетіп жатыр. Яғни қазір үкімет әлеуметтік салықтарды алып тастаймыз деген әртүрлі варианттарын ұсынып жатыр ғой, бірақ оның бәрі сіздерді сендіре алмай отыр ма? Жеке мені сендіре алмайды ол. Бәлкім басқа депутаттар, мен өзім қаржыгер емеспін, ертең айтуы мүмкін ғой, мынау қаржыгер емес, мынау неге өйтіп айтып отыр. Бірақ осы азамат ретінде, адам ретінде, осы ортада жүрген пенде ретінде жан-жағымнан бюджет толтырудың талай мүмкіндігін көріп тұрмын. Оның бәрі ертең аяғында бәрібір мынау халықтың қалтасына салмақ салады. Сол ғой ең жаман. Сол халықтың бұл қымбатшылық орын алатын сөзсіз. Ертең мысалы мәжіліске бұйырса келесі апта келеді. Үкімет өзінің ұсынысын енгіземіз деп отыр. Сіздерде қазір салық кодексі жатыр. Сіз аяғына дейін тұрып бере аласыз ба? Әлде дауыс беретін кезде көппен көрген ол тойды байқамай қолыңыз қолдайтын нүктені басып кетпей ме? Ондай сәттер болған болса мәжілісте, онда бетім айтыңыздар. Сосын мәжіліс деген ол бір
коммунистік партияның бір андай сойл несіндегі форматындағы жер емес мен үшін. Бұл жерде 98 депутаттың 98 пікірі бар, және ол 98-мен де санасуға бәріміз міндеттіміз. Әркім өзінің ойын жеткізсін, демократиялық қоғам деген сол ғой. Сондықтан аяғына дейін тұрып мен өз басым өзім позициямды соңына дейін жеткізуге тырысамын. Тіпті білсем де менің дауысым ештеңе шешпейтін, бірақ өзімнің ішкі тыныштығым үшін, өзімді өзім жексұрын көрмеу үшін сол позицияма дауыс беріп келе жатырмын сол уақытқа. Жақсы, күні кеше әріптесіңіз Ирина Смирнова иноагент туралы заң шығару туралы ұсыныс жасады. Қазір бұл мәселе қоғамда қызу талқыланып жатқан тағы бір мәселе. Бізге керек па мұндай заң? Мен аса қатты қажеттілігін көріп тұрған жоқпын оның. Иноагент туралы заң деп тура Ресейдегі көшірмесін жасау. Қолдаймын. Шетелден келіп жатқан қаржылардың бәрі қайда кеткенін біз қадағалауымыз керек. Бірақ оған бола арнайы бір заң шығару емес, тек нормаларды өзгертіп қарау керек. Бір үкіметтік емес ұйымдарды тексеру деген нормалар еніп жатыр ғой. Арнайы заң емес, сол норманың ішіне енгізе салуға болады. Егер қазір біз оны шетелдік агенттер туралы заң деп арнайы қабылдайтын болсақ, оның ішінде нормативті құқықтық актілерінде не жазылады? Ертең оны кешеде айтып отырмын журналистерге, бізде блогерлер бар. Үндемей контент жасайды. Оны шетелдің балалары көреді. Олар жаңағаны контентті ұнатқаннан кейін донат салады, ақша салады. Сонда ертең сондай адамның пікірі билікке біреуге ұнамай қалса, оның бәрін шетелдік агент қыла бере ма Ресейдегіндей? Ол да дұрыс тенденция емес қой. Көршінің сойылын соғу емес пе? Қай көршінің? Ресейдің мысалы оларда бар ғой мұндай. Жоқ, бұл сойылын соғу емес шығар. Бұл қазақта жаман сөз бар, жаман көрген істейді деген. Көрген істей беруге болмайды ғой. Сондықтан біреуге еліктеген жақсы дәстүр емес ол. Жақсы, сіз тағы бір өзіңіздің сұрағыңызда қорғаныс министрі алдарыңызға келгенде мына шенеуніктердің балаларының әскерге баруын міндеттеуді ұсындыңыз. Бұл қаншалықты дұрыс ұсыныс деп ойлайсыз? Министрге ол сұрағыңыз ұнамады. Олай болса депутаттардың да балаларын міндеттеу керек деген сияқты жауап айтты. Оны ол үшін де заң қабылдау керек пе, әлде бір статистика жүргізу керек деп ойлайсыз? Жоқ, бұған да арнайы заңның қажеті жоқ. Мемлекеттік қызмет туралы заң бар ғой бізде. Соған сәл өзгеріс енгізіп жіберу керек. Мемлекеттік қызметкерлердің балалары әскери қызметтен өтуге міндетті деп. Бұл адам құқығын бұзу емес пе? Мысалы, барғысы келетін адам барады, барғысы келмейтін адам бармайды. Адам құқығы деген қазір ЛГБТ-ға да қолданылады. Адам құқығы, адам қайда тұрып жатыр? Мемлекеттің мүддесі қайда қалды? Мен үшін мемлекеттің мүддесі адам құқығына қарағанда жоғарылау тұру керек. Өйткені мемлекет жаңа адамдардың жиынтығы. Объективті құқық мемлекеттің мүддесі ол. Сондықтан неге бізде әскерде не болса сол болып жатыр? Өлім көп. Әскерге кім барып жатыр? Әсерім хан ауылдағы қорғаушысы жоқ, танысы жоқ, туысы жоқ, көшеден қол аяғын қайырып әкетіп военкоматқа кетіп жатқан балалар қазақтың қарапайым. Олар анда барған кезде жаңағы лудаман командирлері ақша талап етеді, сабайды, өлімге итермелейді. Оның бәрі жасырын нәрсе емес, болып жатқан нәрсе. Енді сіз көзіңізге елестетіңіз. Мысалы, өзіңіз жақында ғана барып келген Отар әскери бөлімшесінде Алматы облысының әкімінің баласы, қорғаныс министрінің орынбасарының баласы және Алматы облысының депутатының баласы сол жерде әскери қызметін өтеп жүрсе, ол жерде осындай болады деп ойлайсыз ба? Болды ғой, енді осы жүгенсіздік жеңу үшін не? Бірақ норма қабылдау. Біздің шенеуніктер бәріміз айтқанда сондаймыз ғой, мен отанымды сүйем, отаным үшін жанымды берем деп. Жіберейік. Заманында Бабыр би Кенесарының қасына 7 ұлын жетектеп жіберген кезде әйелі жылаған ғой, ұрпақсыз қалайын деп жүрсің ба, мынау жауға жіберіп жатсың ғой 7 ұлын. Сонда не деді? Басшы болған жаман, қосшы болған аман деді. Осы 7 ұлым ел үшін деді. Сіз дайынсыз ба ұлдарды әскерге беруге? Қазір оларға айтып жатса, әскерге барасыңдар болашақта. Бару керек, әрине бару керек. Өйткені ол қолына мылтық ұстай алмайтын болса, отанның отбасын қайтып қорғайды. Қорқпайсыз ба, алаңдамайсыз ба? Мысалы, көп ата-ана әскерге сенбейді, сол үшін балаларын жібергісі келмейді. Мен қорқып отыра бергенмен мемлекет ешкім қорғамайды. Сондықтан мен өзім қорықпау үшін ертең балам баратын әскерді реттеуге тырысуым керек. Әрбір шенеунік солар қарау керек деп ойлаймын. Жаңа ЛГБТ-ны өзіңіз қозғап қалдыңыз. Бұл жерде сізде ЛГБТ-ға тыйым салу керек деген пікірдесіз. Бұл да адам құқығына бір нұсқан келтіру деп есептемейсіз бе? Жоқ, мен бұны менің құқығым, мысалы, жеке өз басымнан айтатын болсам, менің ата-бабамнан қалыптасқан дәстүріме,
адами болмысыма, тіпті Құдайдың жаратқан болмысына қарсы шығу және кедергі соған күмән тудыру деп ойлаймын. Қарсы күрес деп ойлаймын бұны. ЛГБТ өкілдерінің мен шаруам жоқ. Кімнің жынысы қандай, кім кіммен жүреді, кім кіммен тұрады, кім кіммен отбасын құрады, ол өздерінің шаруасы жақсы. Міне адам құқығы деген сол. Егер ол ЛГБТ өкілі болатын болса, үйінде болсын. Менің де шаруам жоқ. Бірақ ол менің құқығымды бұзып, эфирге шығып, мектепке барып, менің балам жүрген жерде үгіт насихатын жүргізбесін. Ол менің құқығымды бұзар. Мысалы, алдағы уақытта мына депутаттық мандаттың уақыты аяқталғаннан кейін сізге тағы да депутат болуды ұсынып жатса, келесіз бе қайтып? Мен әзірге мына жерге қайтып келемін деген ой да жоқ, жоспар да жоқ. Себебі шыны керек өзім зауқым жоқ. Өйткені табиғатымда жүгі ауыр ма? Жоқ, жүгі ауыр емес. Мен өзімнің миссиямды тек мәдениеттің, руханияттың айналасынан көремін. Ал мына жерде көп уақытым көп саламен танысудың өзіне кетіп жатыр да. Мысалы, жер асты байлығын пайдалану туралы жұмыс тобына баратын болсаң, сен мыңқылдап дым білмей отырғаның жараспайды. Зерттеу керек. Еріксіз зерттеуге тура келеді. Бүкіл уақытың сонда кетеді. Ал өзің білетін салада жұмыс істейсің, мысалы мәдениетте, әдебиетте жұмыс істейтін болсаң, ол сен оқыған, тоқыған, көргенің жұмыс істеу әлдеқайда жеңіл және жұмыс жедел жүреді, нәтижесі де бірден көзге көрінеді. Неге сіз депутаттыққа келгенде Аманат партиясын таңдадыңыз, әлде басқа партиялардан ұсыныс түспеді ме? Эфиопияда мынандай мәтел бар. Тез жүремісең жалғыз жүр, ұзаққа барамын десең көппен жүр дейді. Ең көп электорат кімде? Аманатта. Ең үлкен мүмкіндік кімде? Аманатта. Мен сайлауға түсем деген кезде, жаңа халыққа берген уәдемді орындаймын деген кезде, бір мандаттық округтан барып өтініш бердім. Бірақ сол кезде артымда бірде-бір демеуші, мен сол кезде ойладым, мен өтпеймін деп. Өйткені ресурс жоқ. Алматыны аралап жүретін адамдарында жоқ, ешкімнің жоқ. Жалғыз өзім соққа басым сопиып, қасымда бір 2-3 бауырым бар, жаны ашитын. Сол кезде Аманаттың ұсыныс жасаған кезде мен шыны керек қуандым. Басқа партиялардан түспеді ме? Түсті, алдында түсті, оның алдында. Кімдерден? Құпия болмаса. Бұның алдында біз 2019-дан кейін Жамұрат Мамаевенде кездесу болды, ЖСДП-ның да өкілдерімен кездесу болды, менде Адалға да шақырған кездері болды, әріптестерім келіп Адалға кір деп қой дедім, мен шаруам жоқ онда. Өйткені болашақтарың жоқ дедіңіз бе? Жоқ, мәселе онда емес. Олардың ұстанымдары мен менің ұстаным сәйкес келмейді көп жерде. Содан кейін шыны керек Құдай сайтын салды, осыған келіп ешқандай өкінбеймін. Неге таңдадың дегенге жауабым сол. Көппен жүргім келді болды. Жалпы көз алдыңызда өздеріңізбен парламенттегі саяси партиялардың әлдеқайда өсіп келе жатқанын байқайсыз ба? Жалпы бізде оппозициялық партия бар ма? Қазақстанда ма? Тіркелгенін көргем жоқ. Тіркелгенін оппозициялық партия көргем жоқ. Оны өтірік айтпаймын. Енді атауында оппозиция деген сөз бар шығар. Бірақ дәл қазір мәжілістің ішінде енді партиялардың өсуін шыны керек мен жұмысын қадағалап, соларға қызығушылық танытып жүрген жоқпын. Бірақ өзіміздің партия жайлы айтатын болсам, көп өзгеріс бар, оны кез келген бетін айтамын. Аманатта, дәл осы фракцияның ішінде де көрініп тұр. Қазіргі жұмыс істеуінде кішкене жастар қанатын күшейтіп, сол жұмысты бір жүйеге салып жүрсе, партия тарапынан. Өйткені қазіргі жұмыста кішкене бөгелу бар. Өйткені ол Нұр Отаннан кейінгі шығар. Жастар көбіне соның Нұр Отаннан кейін Аманат өзгерді деп ойлайсыз ба? Енді сіз қараңыз. Нұр Отан деген бұрын бір ауыздан ғана шешім қабылдайтын және бір позициялы партия болатын. Қазір Аманат партиясының құрамында үкіметтің өкілдері отставкаға кетсін деп талап ететін адамдар бар. Бар ғой. Мақсат Толықбайдан бастап кезінде су тасқыны кезінде. Естеріңізге салайын. Есімізде. Қазір тіпті премьер-министр тұсынған кезде бізде фракцияның ішінде бір емес бірнеше адам қарсы болған кездер де болды. Фракцияның ішінде кәдімгідей біздің өзімізде. Оны неге ашық айтпайсыздар? Фракцияның отырысы. Бәрі жабық өтеді, халық білмейді. Неге? Бәрі ойлайды, бір адам ұсынды, соған келісіп отыр дейді, сіздер ашық айтпайсыздар. Неге? Ол өйткені процестің қосымша нәрселер ғой. Мысалы, сіз үйіңізге адам жұмыс бітіруге келген кезде қалай түсіндірсем екен? Сіз мақала жазасыз. Мақаланы жазған кезде, мақаланы газетке апарып берген кезде айтпайсыз ғой, мен былай жаздым, мынандай ручка қолдандым, мынандай қағаз болды, сағат 4-тен отырып 5-ке дейін жаздым деп айтпайсыз. Ол жаңағы процестің барысында болып жатқан нәрселер. Дәл солай біз тек нәтижесін ұсынады фракция,
Ал оған дейінгі болған нәрсені айтудың қажеті бар деп ойламаймын. Артық елдің арасында әңгіме болады, ой, ана депутатпен ана ұрысып қалды деп. Жақсы, соңғы сұрағым, депутат Ринат өзіне риза, е? Депутат Ринат өзіне риза болатындай, мен бір депутат Ринатқа баға беретін, жұмыста жүрмін. Сондықтан бір ойғанмын да, ризамын деп өтірік айта алмаймын. Сүбелі сұхбатыңызға рахмет.